Дыбыс біз еститін құбылыс. Ол қоршаған ортада үнемі кездеседі. Дыбыстың қалай пайда болатынын білу маңызды. Дыбыс өздігінен пайда болмайды. Ол белгілі бір әрекеттің нәтижесінде пайда болады. Мысалы, қоңырауды соққанда дыбыс шығады. Қоңырау қозғалысқа түседі. Ол тербеле бастайды. Тербеліс дыбыстың басталуына себеп болады. Осылайша дыбыс пайда болады. Тербелген қоңыраудан дыбыс толқындары таралады. Бұл толқындар ауа арқылы қозғалады. Олар жан-жаққа бірдей таралады. Толқындар көзге көрінбейді. Бірақ біз оларды ести аламыз. Гитара шегін тартқанда дыбыс шығады. Шек тербеліске түседі. Тербеліс ауаға беріледі. Ауада дыбыс толқындары пайда болады. Біз сол дыбысты естиміз. Барабанды соққанда да дыбыс шығады. Оның беті дірілдейді. Діріл дыбыстың пайда болуына әсер етеді. Әрбір соққы дыбыс туғызады. Бұл да тербеліс нәтижесі. Дыбыс динамика арқылы да шығады. Динамик ішінде тербеліс жүреді. Сол тербеліс ауаға беріледі. Ауада дыбыс толқындары таралады. Біз оны анық естиміз. Ауа бөлшектері дыбыс кезінде қозғалады. Олар бірде жақындайды, бірде алыстайды. Бұл құбылыс тығыздалу және сиреу деп аталады. Осы қозғалыс дыбысты таратады. Дыбыс осылайша алға жылжиды. Дыбыс толқын түрінде таралады. Толқындар белгілі бір ретпен қозғалады. Олардың биіктігі мен ұзындығы болады. Бұл қасиеттер дыбысты өзгертеді. Толқындар дыбыстың негізін құрайды. Дыбыс тек ауада ғана таралмайды. Ол қатты заттар арқылы да өтеді. Мысалы, металл арқылы дыбыс тез таралады. Қатты денелерде бөлшектер тығыз орналасқан. Сондықтан дыбыс жылдам жүреді. Дыбыс суда да таралады. Су ішінде толқындар қозғалады. Балықтар дыбысты жақсы сезеді. Су дыбысты жеткізе алады. Бұл да дыбыстың қасиеті. Ауа дыбыстың негізгі таралу ортасы. Дыбыс толқындары ауада еркін қозғалады. Олар алыстан да естіледі. Ауа болмаса дыбыс таралмайды. Сондықтан ауа өте маңызды. Дыбыс біздің құлағымызға жетеді. Құлақ дыбысты қабылдайтын мүше. Оның құрылысы күрделі. Әр бөлігі өз қызметін атқарады. Құлақ дыбысты тануға көмектеседі. Дыбыс толқындары құлаққа енеді. Олар құлақ жолымен өтеді. Толқындар ішке қарай бағытталады. Құлақ дыбысты қабылдай бастайды. Бұл естудің алғашқы кезеңі. Құлақ жарғағы дыбыс әсерінен тербеледі. Ол өте сезімтал болады. Тербеліс ішкі бөлікке беріледі. Бұл дыбысты қабылдауға көмектеседі. Дыбыс осылай өңделеді. Дыбыс жүйке арқылы миға жеткізіледі. Ми дыбысты таниды. Ол дыбыстың мағынасын түсінеді. Біз естігенімізді ажыратамыз. Осылайша дыбысты қабылдаймыз. Дыбыстар әр түрлі болады. Кейбірі қатты, кейбірі жай естіледі. Қатты дыбыстың толқыны үлкен болады. Ал әлсіз дыбыстың толқыны кіші болады. Бұл олардың айырмашылығы. Дыбыстың биіктігі де әр түрлі болады. Жоғары дыбыс жіңішке естіледі. Төмен дыбыс жуан естіледі. Бұл толқын жиілігіне байланысты. Жиілік дыбысты өзгертеді. Дыбыс барлық жерде таралмайды. Вакуумда дыбыс болмайды. Себебі онда ауа жоқ. Ауа болмаса дыбыс жүрмейді. Сондықтан ғарышта тыныштық болады. Дыбыс әртүрлі көздерден пайда болады. Қоңырау, гитара, барабан дыбыс шығарады. Барлығы да тербеліс арқылы жұмыс істейді. Әр дыбыстың өз ерекшелігі бар. Бірақ негізі бірдей. Қорытындылай келе, дыбыс тербелістен пайда болады. Тербеліс орта арқылы таралады. Ол құлаққа жетіп миға беріледі. Біз дыбысты осылай естиміз. Дыбыс табиғаттағы маңызды құбылыс. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпа.